кез келген мемлекеттің сыртқы саясатының негізгі мақсаты соғыстың алдын алу. Соғыстың алдын алу үшін кейбір мәселелерде мүмкін артқа шегінуге тура келуі мүмкін, кейбір мәселелерде үндемей қалуға тура келуі мүмкін, кейбір мәселелерде жаңағыдай уступка жасауға тура келуі мүмкін. Бірақ егер сол нәрселер соғыстың немесе бір қақтығыстың алдын алатынына көз жетсе, онда соны жасау керек. Үндемей қалғаннан, бір нәрсені айтпай қалғаннан, ешкімнің былайша айтқанда не дейді бұрын ешкім өлмейді. Бізде кішкентай кезімізде айтатын құлағы түсіп қалмайды деп. Ешкімнің құлағы түсіп қалмайды, но керісінше қаншама адамның өмірін сақтап қалуға болады. Соғыс деген нәрсе абстрактты нәрсе емес. Кейде ана Украинада болып жатқан нәрселерді көріп, қаншалықты мемлекетті жаңа осы соғыс артқа, қанша жылға артқа, қанша адамның қайғысы, қанша адамның жаңағыдай өміріне балта шабылды. Елестетсеңіз өте қиын. Украинаның кейсінде амалдың жоғынан төтеп беруге мәжбүр болып отыр. Соғысы бастаған Ресей, егер ол соғыс тоқтатпаса, жаңағыдай мемлекеттіктен айырыламыз деген нәрсе. Сол үшін Қазақстан сыртқы дипломатиясының негізгі мақсаты кез келген қақтығыстың орнын алу.